Ассалаумағалейкум, қазақ елі, қалдарың қалай достар? Айман мен мынау жаңа сатып алынған дөнен. Осы жолы ағам сатып алған малдығы жақсы деп. Біраз арықтау енді. Жем жеп тұр, өз-өзіне келетін шығар. Келген кезде вообще страшный болған. Айман. Так, отырған. Қазір түсіріп жіберейін, мол жатады. Мына отырған екі дөнен бұйыртса, дөнен шығардылар. Заман мен ғасыр деген аттарын солай қойдым. Алла қаласа болашақ айғырлар. Жігіттер жазып жатыр, қашан түсіресің, тағы түсір деп мұғал жатырында. Міне бүгін сәт түсіп жатыр жігіттер. Қасиетті жұма күні түсіріп жатырмын. Айтпақ жігіттер, қасиетті Рамазан айы құтты болсын баршаларыңызға. Ұстаған оразаларыңыз, тілеген, оқыған дұға тілектеріңіз қабыл болсын. Періштен құлағына шалынсын. Алла бұйыртса болашақ айғырлар осы екеуі міне. Күніне бір рет жем жеп тұр. Әзірше. Енді жынды, екеуі де жынды, масқара жынды. Алдында келген бетте үйректектегіміз өзіміз. Басына қуала лақтырып, мынадар кәдімгі жынды екен. Қазақи жылқы ғой, кәдімгі мінезді екен. Алдан кесе тістейді, артынан кесе тебет, кәдімгі жынды екен. Тура ит-шит істейді ғой, масқара. Сосын братанға айттым, қой, тасташы осылар. Үйретпей қойық, дәл осыларды үйретпей қойық. Негізі бас білген жақсы енді негізі. Бірақ енді мінездер ит мінез екен, сондықтан ағам айттым, таста. Үйретпей қойық, осылар үйрете жүреді, қайтеміз оны. Үйретіп. Жабай айғырлар болсын екеуі де. Солай достар. Айтпақшы осы жолы байторы сатылды. Ол туралы видео түсірген жоқ. Мен де алдында, осы видеоның алдында видео түсірген болатым. Байторы сатылады деп. Көп ұзамай подписчигім келіп осы Ерментау ауданынан үлкен бір КХ кетті байторымыз, жабай айғыр. Әлі кісі кәдімгідей ырза болып байторыны көріп ұнатты. Каневоскаға тиіп алып кетті. Біраз видеом бар еді, соны қазір қосып жіберем. Көріп тамашалаңыздар. Ассалаумағалейкум. Байторы кетіп бара жатыр. Ерментаудың ар жағына, құдай қаласа. Байторы деген айғыр. Ал давай, жолым болсын. Ерментаудың ар жағына бір КХ-ға кетіп бара жатыр. Бұйыртса. Жақтар сал жерге. Ал жақсы байторы. Жолын болсын. Байторы аты. Жолын болсын. Белді айғыр болы. Байторы. Айтма атын өзгертпейміз дедім. Байторы болады. Тұқымы тардай шаршысына. Алла қаласа. Әмин айтқан келсін. Солай достар. Енді осы екі мұғалжарды бұйыртса, қазір енді көре жатармыз. Өзімнің біраз пландарым бар енді. Үлкен үйірге негізі малышты қосып келіп отыр. Әзірше малыш биыл жүрсін. Өйткені малыш өзі бір ақ жыл ғана жүрді ғой.
айғыр жаман емес, өзім ұнайды. Өзім ұнады, биыл қыста өзін жақсы көрсетті. Жақсы шықты қыстан. Малыштан тағы бір мәрте құлым алғым келіп отыр. Бұйыртса үлкен үйірге соны қосам деп отырмын енді малышты. Екінші кіші үйірге осы екеуін біруін бұйыртса, осы екеуі біруін қосылады еді. Не заман, не ғасыр барады. Алла бұйыртса. Солай отырған Найман торы қазір таңда енді күнді мініліп жүр жылқыға, күнді мініледі. Неге десеңіздер, Салмол көлді қазір енді бір жұма болды ма, 10 күндей болды енді. Мінілмейді, достар. Өйткені өзім осы Салмол көлі буаз ба деп ойлап жүрмін. Міне, Салмол көлдің тұрған тұрысы осы. Өзім буаз ба деп ойлаймын енді, білмеймін. Бер жағынан қолын тіреп тұр ма, сондай бір ойлар кіреді. Былай қарап тұрсам енді өзіме буаз сияқты бұл жануар. Енді кенже буаз болса да, бірақ буаз сияқты өзіме. Сондықтан ағам айтам, өтші білбей қойын. Найман торымен әзірше барып жүр. Өздеріңіз қалай ойлайсыздар, достар? Буаз ба әлде? Қателесіп тұрмын ба? Арт жағынан сұрайын. Ол енді текті жылқы ғой. Текті жылқы кеудесіне сақтау мүмкін. Қолында. Бірақ өзіме буаз сияқты осы жылқы. Солай, достар. Мынау тай, ұрғаштай. Осы жолы малыштың ерінен алып қалғамыз. Арықтау. Біраз арықтау, сондықтан жем жеп тұр. Салмол көлді байлап болғам, сол себептен мынаны жемін алып қояды. Жеп болдым бе? Қаза арпа жеп тұр. Дравленный арпа. Сол арықтау енді байқысы. Өкпесі шенді. Әзірше үйде тұр. Бұйыртса енді бүгін 14 наурыз. Біз енді қазақ болғаны ырымшыл халықпыз ғой. Әбдікөй дейміз, Әбдікөй. Торғай су ішетін күн, жігіттер, достар. Бүгін күн жылы, плюсовой. Торғайлардың міне шу жүр, жетеді торғай. Суға тойған шығар енді бүгін. Осыдан бастап енді күн жылынады деген ойдамыз. 14 наурыз Әбдікөй күні. Не көріп тұрғандай еріп жатыр. Кәдімгі көктем келді бізіңге. Көктем келді. Так. Әрде тұрған буаз бие. Алла бұйыртса бір жұманың ішінде құлындақ болады деген ойдамын. Бауыры бәрі сыптыр. Алла бұйыртса құлындақ болады. Алла аласа. Алла жегілден берсін. Желіндеп тұр өшім. Солай, достар. Әрде міне житняк. Кәдімгі жақсы маған. Көп бөмбөк кәдімдей. Жақсы житман жылқы. Биылша шөп. Аллаға шүкір жетті. Жетеді. Житнякта бар. Мынандай да шөп бар. Ал тегір өшім. Ару. Осы жолы жігіттер тазы күшік сұрап жатыр екен. Тазы күшік бар ма ереке деп. Бұйыртса бір қаншығын қосып қойдым арланға. Алла қаласа майдың басында күшіктер болады, жігіттер. Қарғы бауына күшіктер алуға болады. Тек қана қарғы бауына берем, жігіттер. Арада қатық болған баға жоқ. 50-60 мың, 100 мың деген сияқты. Қазір көпшілік солай сұрап жатыр ғой. Бірақ мен қарғы бауына берем. Неліктен қарғы бауына берем, жігіттер? Оны енді арам ойлап қалмаңыздар. Өйткені тазы күшік деген өздеріңіз білесіздер.
7 қазына кіреді. Ол бір. Екіншіден керемет текті ит қой енді. Ит деп айтуға да болмайды, тазы. Сондықтан қарға бауына берем. Неліктен берем? Өйткені қазір тегін алсаңыздар, жігіттер, ол күшікті сіздер бағаламайсыздар. Ол ауырып қалса ертең емдемейсіздер. Әйтеуір тегін келді деп. Өлсе өлді, тірі болса тірі жүре берсін деп. Ешқандай бағаламайсыздар, артынан бағып жүрмейсіздер. Көбінесе тегін келген күшік иттер көшеде қаңғырып жүреді. Сондықтан қарға бауына, хотя бы қарға бауына алсаңыздар, оны кәдімгідей бағалап бағасыздар. Уколын, дәрісін, витаминдерін салып беріп деген сияқты. Әрине алған кезде айтады ғой, ойбай, ереке, үйтем, күтем деп. Бірақ олай болмайды. Ит таратып болған жігіттер. Сондықтан хотя бы бір қарға бауын алсаңыздар. Мынау екі жабағы үйде тұрған. Бұйыртса біраз қалды, олар да далаға шығып кетеді. Солай достар. Жақсы, тазы керек болса, тазын күшіктер майдың басында хабарласыңыздар. Бұйыртса күшік дейді. Жақсы қаншығын, жақсы арланға салған. Солай достар. Аттак менен күшіктерді талап алып береді ғой. Ана жылы талап алып кеткен, тегін берген. Сондықтан биылша өзім ойлап отырмын. Негізі қарға бауына берген дұрыс ау деп. Негізі әкем марқұм кезінде аңшы болған ғой. Ол да кезінде анам бақыратын ол кісіге. Мә, сен күшік болашы. Ол кезде тазыны мылтыққа ауыстырып болады екен, әкем марқұм. Сағатқа ауыстырып болады екен, бинокльға да ауыстырып болады екен, тазылар дейіп алып кеп. Сонда анамыз бақырады екен. Енді саған бинокль сұрама, енді сен мылтық сұрама деп. Сол сияқты, даже сол кезде тазы деген бағаланған. Көрдіңіздер ме? Қазір бинокль, мысалы, жақсы бинокльін 50-60 мың. Жақсылары. Мылтықты айтпай қойын, мылтықты одан да қымбат. Сол сияқты достар, міне біздің қар аз ғана қалды. Бұйыртса бәрі еріп біледі бір 2-3 күнде. Қазір енді плюсовой погода болады енді. Сол сияқты достар, сол кезде тазыны қалай бағалаған, көрдіңіздер ме? Сол кезде мылтыққа, бинокльға, сағатқа ауыстырып отырған әкеміз. Сондай фанат болған ғой ол кісі. Кәдімгі аңшы ғой. Көп ұзамай маған да қоныпты. Ол кісінің хобби. Мен де қазір ауылда тұрғаннан кейін тазы ұстаған дұрыс деп ойлаймын. Кейбір айтады ғой, мә тазы жоқ, үйлерінде кандис жүреді. Кандистерді жек көремін. Тазыдан басқа итті құрметтемеймін. Тек қана тазы ғой. Ауылда тұрғаннан кейін тазы ұстаған дұрыс деп ойлаймын. Солай достар. Жылқыға шықсаңыздар да қасарына ертіп барасыздар. Кәдімгі ермек қой. Итсіз шығу ол уже кәдімгі шымсып кетеді ғой. Қасында тазы болса, жүйрік тазылар қандай керемет. Солай достар, что-то көп құртып кеттім. Аман сау болыңыздар, ауырмаңыздар. Салмақ көлді босатып жіберейін. Жерім жеп болған шығар. Алла бұйыртса келесі кездескенше аман сау болыңыздар.